Марктың ата-анасы демалыс алып бәрі Боровский қорығына кетті. Ол жерде үлкен әрі әдемі таулы отель бар, және олар сол жерден 2 бөлмелік номер алды. Қасында өзен ағып тұрды, және сол жерде балық аулап демалуға болатын. Марк отельде қалды, себебі соңғы кездері оның басы ауырды, бірақ балконнан керемет көрініс болды. Ол әкесінің балық аулап тұрғанын көрді. Олар күліп бір-біріне қол бұлғады. Кенет Марк олардың артында өскен қалың орманда бірдеңені көрді. Ағаштар арасында ұзын, жіңішке және бетсіз біреу тұрды. Марк айғайлап қолын бұлғады. Ата-анасы бұны көріп бірден оған жүгіріп келді. Одан не болғанын сұрағанда, Марк не көргенін айтып береді. Анасы оған қызып кетіп бірдеңе көрінген шығар дейді. Бірақ әкесі оған күдікті қарады және көзіндегі мазасыздықты байқады. Кешке әкесі келіп не көргенін сұрады. Марк сенбейсің деді, бірақ әкесі тұра алды. Әкесі оған қағаз қарындаш берді. Марк не көргенін салды. Әкесі бұл қағазға біраз қарап тұрды. Сосын осы жақтан кету керек деді. Түнде Марк біраз ұйықтай алмады. Оған біреу қарап тұрғандай болды. Ол терезенің артында тұрды. Марк төсекте жатты. Сау болып қалғандай ештеңе айта алмады. Және өз басында қандай да бір қорқынышты дауыс естіді. Тіршіліктің қолы маған дейін созылды. Және осы уақытта бөлменің жарығы жанды. Бұл әкем болды. Бір қолда бейсболдық таяқшасын, екінші қолында есікті ұстады. Терезеге қол жоғалып кетті. Ал Марк есінен талып қалды. Марк жолда есін жиып оянды. Олар көлікпен келе жатты. Оны әкесі құтқарды. Үйде олар ескі құжақтары мен сызбалары бар папканы алып шықты. Сосын ол бір кішкентай қызбен бірге тұрған суретін көрсетті. Бұл менің қарындасым. Ол 6 жасында жоғалып кетті. Мен ол туралы сендерге кетіп айтпаған едім. Бірақ ол қалай жоғалып кетті? Бұны кім жасады? Міне, бұны мен қарындасым жоғалып кеткеннен бір күн бұрын салды.